Түркістан облысына Қытай Халық Республикасынан келген делегацияны Түркістан облысының әкімі Нұралхан Көшеров арнайы қарсы алып, өңір әлеуетімен таныстырды. Шетелдік топ өңірдегі өндірістік және индустриялық аймақтарын аралап көрді. Облыс әкімі іскерлік кездесу өткізіп, келіссөздер жүргізді. Кездесу барысында тараптар логистикалық парктердің мүмкіндіктерін зерттеу, Қазақстанның энергетика және тау-кен өндіру секторларын талдау, өңдеу бірлескен қойма немесе сауда өкілдіктерін құру мәселелерін талқылады. Инвесторлар жобаларын таныстырып, ұсыныс пікірлерін білдірді. Аймақ басшысы облыстың инвестициялық және туристік әлеуетімен таныстырып, екі жақты тиімді байланыс орнатуға дайын екенін жеткізді. Түркістан облысы мен Қытай Халық Республикасы арасындағы ынтымақтастық қарқынды дамып, берік негізде қалыптасуда. Өткен жылдың соңында Хубей провинциясына сапарым барысында өзіңізбен кездесіп, бірқатар жобаны іске асыру жайын талқылаған едік. Бүгінгі сапарда Ухан қаласында басталған конструктивті диалогтың және өзара сенімге негізделген серіктестіктің нақты жалғасы деп білемін. Өңірдің кадрлық әлеуеті өте жоғары. Түркістан облысы арқылы өтетін Батыс Қытай, Батыс Еуропа халықаралық көлік дәлізі әлемдік нарыққа шығудың жаңа мүмкіндіктерін ашады. Өңіріміз тек Қазақстан ғана емес, Орталық Азия үшін логистикалық торап ретінде қалыптасуға толық әлеуеті бар. Бұл ретте авиациялық жүк тасымалын дамыту, әуежай аумағында техникалық қызмет көрсету орталықтарын орналастыру, тұрақты халықаралық жүк бағыттарын ашу, өңірде заманауи логистикалық парктер құру, жүк сақтау, сұрыптау, тарату және қайта өңдеу бағыттарындағы инфрақұрылымды қамтитын кешенді бірлесіп дамытуға дайынбыз. Бұдан бөлек бірлескен индустриалды аймақты құру, екі жақты инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға тиімді екенін атап өткен жөн. Бірлескен инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға, іскерлік серіктестік құруға, ұзақ мерзімді және жемісті ынтымақтастық орнатуға әзірміз деген облыс басшысы әкімдік тарапынан барлық мемлекеттік қолдау шаралары көрсетілетінін жеткізді. Айта кетейік, қытайлық делегация Түркістан облысындағы 2 күндік сапарында Түркістанда құрылысы жүріп жатқан мақта зауытында болды. Жоспарымен танысып, одан кейін Сауран ауданы Оранғай ауылындағы арнайы экономикалық аймағындағы жұмысымен танысты. Инвесторларға Тұран арнайы экономикалық аймағының өңірдегі инвестициялық алаңдардың қолдаулар туралы мағлұмат берілді. Кездесуден кейін делегация Түркістан қаласына экскурсия жасады.